Қазіргі таңдағы жеке тұлғаны дамытудың бірден бір жолы оларды ғылыми жобаға зерттеу жұмыстарына баулу. Осындай зерттеу жұмысымен айналысып жүрген оқушым Бақтыбай Назерке осы жобаның республикалық конкурсында бірінші орынға ие болды. Және оқушының бұл жобадағы ашқан тың жаңалығы мынандай қырағы тұлпар атты архитектуралық дизайндағы бионикалық стильдегі жобаны ойлап тапты. Зерттеу жұмысының барысында Әбіш Кекілбаевтың жылқы малына қатысты жазылған Бәйгетура шығармасына психоаналитикалық тұрғыдан зерттеу жасағаным. Бәйгетура анималистикалық жанрда жазылған шығарма. Анималистика латынша анима негізгі объекті жан-жанр болып табылатын көркем өнер жанры. Анималистикалық жанрда жануарларды сөйлетеді. Бәйгетураның өзіндік ерекшелігі оқиғаның жүйрік жануардың түйсік сезімі арқылы баяндалуында. Мен өз жұмысымды психологиялық зерттеумен қатар зоопсихологиямен де байланыстырдым. Негізгі объекті жан-жанр болып табылатын психологиялық зерттеуді зоопсихология деп атайды. Зоопсихологиямен салалас басқа да ғылымдар жануардың жүріс-тұрысын зерттейді. Мысалы, этология, нейрофизиология, физиология және бионика. Осының ішіндегі бионикаға тоқталсақ, бионика грек тілінен шыққан биология мен технология арасындағы ғылым шекарасы болып табылады. Биониканың басты міндеті тірі табиғаттың құрылу принципін зерттей отырып, биологиялық жүйелерді технологияда пайдалану. Мысалы, теңізде тіршілік ететін медузаның келе жатқан толқынды дауылды 13-15 сағат бұрын сезетіндігі анықталды. Медузаның осы қасиетінің негізінде келе жатқан толқынды дауылды сезетін анықтайтын барометр аспабын табуға мүмкіндік туды. Сол сияқты менің басты назарда ұстағаным Бәйгетураның жылқы малына тән қасиет көзінің қырағылығы. Ол айналасындағы нәрсені ол алдындағы нәрсені ғана емес, сонымен қатар артындағы нәрсені де байқап тұрады. Бұл туралы Әбіш Кекілбаевтың Бәйгетура шығармасында былай беріледі. Төңірегіне көз салған жоқ. Сарғыш жолақ, көкшіл жолақ, қара қошқыл жолақ. Әлдебір уақытта дәл көзінің түбінен бір жерден ноқат су өтті де ғайып болды. Бұл шыңнан ту алыста көзі ұшында кетіп бара жатқан екі ноқатты байқады. Аралары әлі алшақтай қылмапты. Бірақ манағыдай емес, қаралары дараланыпты. Екі озғын ноқат үшінші қарақшыға таяп қалыпты. Жылқы өз айналасын 360 градус бақылай алады. Екі көзінің арасы алшақ болу себепті айналасын толық көруге мүмкіндігі бар. Мен өз жұмысымды бионика стилімен сабақтастыра отырып, Бәйгетураның архитектуралық дизайндағы бионикалық стилін жасадым. Бұл жобама қырағы тұлпар деген ат қойдым. Себебі қырағы тұлпар мүсіні ауылға сән берумен қатар, көзіндегі бейне бақылау арқылы ауылдың тыныштығын сақтайды. Қырағы көздің орнына қазіргі заманғы 360 градустық камераны орнатамын. Бұл камера 360 камерасы әлемдегі ең кішкентай екі еселенген линзалы 360 бұрышты 4К камерасы. Мен сіздерді жұмысымен толық таныстыра кетейін. Қырағы тұлпардың көзіне бейне бақылау орнатылған. Міне көріп тұрғандарыңыздай ол мені түсіріп тұр. Яғни бұл бағдарламаның жадына сақталады. Кез келген сәтсіз жол оқиғалары болған жағдайда кез келген уақытта бұны қайта ақтарып көре аламыз. Яғни бұл ондауына сән берумен қатар ауылдың тыныштығын сақтап тұратын, ауылдың тыныштығын, қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қырағы тұлпардың архитектуралық дизайндағы бионикалық стилін орнату үшін ұсынысымды Маңғыстау облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысының басқармасының басшысына жолдадым.